Сәлем достар, мандарин жайлы не білеміз? Мандариннің пайдасы немесе зияны бар ма? Толық ақпарат алу үшін видеоны соңына дейін көруге кеңес берем. Ежелгі Қытайда мандаринді бақыт, байлық және ұзақ өмір сүрудің символы деп есептеген. Сол үшін де олар қонаққа бара жатып мандаринді сыйлыққа алатын болған. Өз кезегінде үй иесі де кетіп бара жатқан қонағына осы жемісті сыйлаған. Достар, видеоны жалғастырмас бұрын алдымен каналға жазылып, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Сонда алдағы жарық көретін пайдалы ақпараттарды өткізіп алмайтын боласыз. Мандарин сөзі Қытай тілінде тәржімалағанда бай адам деген мағынаны береді. Португалдар Қытай шонжарларын мандариндер деп атаған екен. Бұл жеміс Жапония, Испания, Мексика жерінде өссе де, отаны аспан асты елі. Мәңгі жасыл болатын ағашы бір маусымда 600 данаға дейін жеміс береді. Тіпті Қытайда 5000 данаға дейін жеміс берген мандарин ағаштары болған екен. Мандариннің қандай пайдасы бар? Мандарин құрамында қышқылдар А, Д, К дәрумендері және басқалары, сонымен қатар минералдар калий, магний, темір, фосфор, натрий, кальций бар. Мандариннің құрамында фитонцидтер, табиғи антисептиктер бар. Қабықтың құрамында 1-2% эфир майы бар. Сонымен қатар пигменттер, мысалы каротин бар. Қыста бұл цитрус витаминдердің жетіспеушілігін толтырады. Сонымен қатар аскорбин қышқылының жоғарғы дозасы арқасында иммундық жүйені нығайтады. Ыстық сусындарға дәмдеуіш қосу қақырықты босатуға және жөтелді жеңілдетуге көмектеседі. Барлық цитрус жемістері сияқты бұл жеміс антипиретикалық әсерге ие және суық тиюді емдеуді тездетеді. Эфир майы тыныштандыратын әсерге ие. Ол стрессті жеңілдету, ұйқыны және әл-ауқатты жақсарту үшін пайдалы. Мандариндер аз калориялы өнім болып саналады, бірақ оларда қант жеткілікті. Осыған қарамастан, олар салмақ жоғалтуға ықпал етеді. Талшық пен пектиндер аз қорытуға оң әсер етеді және метаболикалық процестерді жақсартады. Сонымен қатар мандариндер тәбетті ашады, сондықтан арықтағысы келетіндер бұл цитрусты тамақтан кейін, ал салмақ қосқысы келетіндер тамақ алдында жеу керек. Мандарин шырыны тері және тырнақтағы жараларды жақсы емдейді. Мандарин ішектің жұмысын жақсартады және тісті қатайтады. Мандариннің құрамындағы қайталанбас зат бауырда майдың жиналмауын алдын алады. Соның арқасында семіздікке шалдықпайсыз. 100 грамм мандаринде 42 калорий болады. Асқазан ішек аурулары іш өтумен ұласқан кезде мандарин шырыны өте пайдалы. Сондай-ақ оның қабығы бронхитке, тері ауруларына, іш кебуде, ұйқысыздыққа, жоғары қан қысымына қарсы өте пайдалы. Майо ғылыми орталығы мандариндер көңіл күйді көтеріп, адамға оптимистік рух беретінін анықтаған. Бұл мәуенің құрамында лимон қышқылы өте көп. Сондықтан мандарин адамдарды көптеген зиянды бактериялардан қорғайды. Мандариннің зияны. Мандариндер цитрус, сондықтан олар жиі аллергия тудырады. Сондықтан оларды артық жеуге болмайды және 2-3 жасқа дейінгі балаларға бермеу керек. Мандариндердің құрамындағы аскорбин қышқылы асқазанның шырышты қабығын тітіркендіруі мүмкін. Сондықтан оларды асқазан жарасына, қышқылдығы жоғары, асқазан мен ішектің қабыну ауруларының өршуі кезінде қолдануға болмайды. Олар сондай-ақ гепатит, холецистит және нефритпен ауыратын адамдар үшін диетадан шығарылуы керек. Мандариндердегі көп мөлшерде каротин мен А дәрумені бауырда жиналып, аурудан орган әлсіреген жағдайда оны зақымдауы мүмкін. Мандаринді қалай таңдауға және сақтауға болады? Піскен мандарин өте тығыз және серпімді, қабығында жасыл дақтар жоқ. Тым жұмсақ жеміс мұздатылған немесе артық піскен. Жемістің жарқын цитрус хош иісі болуы керек.
егер жоқ болса, мандариндер піспеген немесе химиялық заттармен өңделген. Қабығы біркелкі боялған және дақсыз болуы керек. Ақ гүлдену өсімдіктің жылдам өсуін ынталандыратын этиленмен емдеуді көрсетеді. Балауыз тәрізді жылтыр жемісті саңырауқұлақтардан қорғайтын фунгицидтермен емдеуді көрсетуі мүмкін. Сондай-ақ банкадағы консервіленген мандариндер де сатылымда. Бұл десерттерге қосу үшін ыңғайлы, өйткені олар пленкалардан дереу тазартылады, бірақ оларда қант тым көп. Мандаринді медицинада қолдану. Косметологияда, ароматерапияда және массажда белсенді қолданылатын мандарин қабығынан эфир майы алынады. Ол қабынуды, целлюлитті азайтуға көмектеседі және хош иіс қуат береді және бас ауруларын жеңілдетеді. Сондай-ақ жүрек айну, токсикоз кезінде мандарин қабығын иіскеу немесе шайға қосу ұсынылады. Қыста мандариндер витаминдердің, әсіресе аскорбин қышқылының көзі болып табылады. Фитонцидтер бактериялар мен вирустармен күресуге көмектеседі, өйткені олардың антисептикалық әсері бар. Мандариннің құрамына кіретін синефрин және фенол қышқылдары ісінуді жеңілдетеді және жөтелді жеңілдететін және емдеуді тездететін шырышты кетіреді. Бұл цитрус құрамындағы Е дәрумені А және С дәрумендерінің сіңуін күшейтеді. Бұл дәрумендердің қосындысы балаларда цинга мен рахит ауруының қаупін азайтады. Мандаринді диетаға қосу жүрек қан тамырлары жүйесінде де оң әсер етеді. Аскорбин қышқылы мен глюкозидтер қан тамырларын нығайтады, қанды жұқартады. Мандаринді тамақ дайындауда қолдану. Мандариндер негізінен салаттар мен кондитерлік өнімдерге қосылады. Сондай-ақ мандариннің целлюлозасы мен қабығынан джем, желе, ал қабығынан тәтті жемістер дайындалады. Қабық кептіріліп, ет пен кондитерлік өнімдерге дәмдеуіш ретінде шайға қосылады. Мандарин қабығын қолдану. Мандарин қабығы өте пайдалы, сондықтан ол дәрілік және аспаздық мақсаттарда, көгалдандыруда және тіпті декорда қолданылады. Мандарин қабығының хош иісі ғана емес, сонымен қатар ащы дәмі де бар. Оның тәтті және қышқыл реңктері және сәл ащы дәмі бар. Иісі мен дәмі жақсы көрінеді, сондықтан қабығы аз мөлшерде қолданылады. Достар, мандарин жайлы толық ақпарат алдыңыз деген ойдамын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, төменге өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз.